Мына ертең неғаған бағанағы жылқының еті алып келген. Соны қазір құдай қаласа жақсылап неге сіңдіріп қоямыз тұзға. Ертең ауылда құдай қаласа ботқа деген тамақ істейміз. Біздің жердің ең күшті сүйкімді тамағы бар. Сол ботқа деген тамақты істейміз. Соған етті алдын ала бір күн бойын салып қоямыз, тұздап қоямыз. Тұз сіңу керек жылқының етіне. Соған қазір полный бір жылқының етін құдай қаласа тұзға басып қоямыз. Тамақ істеу басталды ғой. 60 адамыңды есептеші. 60-ты 5-ке бөліндірші. 20 табақ қылайық та Қанеке. 20 табақ жесе бұда. 60 адам енді 20 табақ. 5 адамнан жеймін сонда? 4 адамнан жейді. Ойбай, 4 адамнан жейтін болса. Жарлы өлем ба не істеймін? Мынау бізде Бұл шеке ертең бір ана ата бір үлкен аталар бар 80 папас жоқ ата тауып аламыз да береміз. 80-дегі ата жемеймін папам бар десе 130-да. 16 жыл бірақ ол үйдің кенжесі болса. Сол кезінде орақ болғасын ол ми түспейді. А потом жіп өзі алынады. Піскен кезде алып тастаймыз ғой, жіп ештеңе болмайды, ол таза жіп. Менің ойымша жетеді. Бүкіл жілігі түгел, қабырғасы түгел. Қазы қосатшамыз бұған. Қазы қосамыз. Иә? Болды ғой, жетеді, әдемі жетеді. Балдар, нан. Ет салайды. Су әкел. Үшін бүгін ауылдың ақсақалдарына, ауылдың үлкендерін жинап, ас береміз. Бір мал сойдық қой енді. Бірақ енді жұрт ет асып жатыр ма бұлар деп қалуы мүмкін. Жоқ, ондай емес. Қазақстан бойынша екі ауданда, Сырдария ауданы, Жалағаш ауданында пісірілетін тамақ бар. Санаулы ауылдарда ғана. Ботқа деген. Жұрттар айтады ғой, бір тамақты болықтар жібер, ботқа қалдың дейді ғой. Осы жұрттар ботқа десе андай деп ойлайды. Негізі ең тәтті, ең жұмсақ тамақ бүгін пісіреміз ғой. Екі жерде істейді оны. Иә, Қызылорда облысында екі жерде істейді. Ол басқа жақта, ол Ақтау, Атырау жақта, шығыста істемейді шығар бұны, істемейтін болу керек, мен көрген жоқпын. Может, басқаша аталады, мүмкін. Жоқ, оның түрін көрген жоқпын мен ондай нәрсе. Бұл етті қайнатамыз да, піскеннен кейін соның сорпасынан жасалады ғой, тамақ. Қай кездерде пісіреді бұны, негізі праздникта ма, 22 наурызда деген сияқты ма? Бұны қарның ашқан кезде пісіріп жейсің ғой. Бұл тамақ қой енді, көпшілік қонақ шақырған кезде біздегілер енді палау тамақ істесе, біздің ауылда мысалы палау істесе, үлкен кісілер жағы жақтыра бермейді. Осы бірді құп-құрғақ, майлы қып, өзіміздің ботқаны неге істемейсіңдер дейді. Содан кейін үлкендерден, аталардан сөз естімеу үшін көбіне ауылда осы ботқа жасап жатыр. Бәрі істей ала ма бұны? Бүкілдің қолынан келе ме істеу? Сен істей аласың ба? Жоқ, мен істей алмаймын. Бұнда, значит, бәрін қолынан келмейді. Жоқ, енді. Горелкінің астын жақпаңдар, күйесіңдер. Қалай? Кластастар болғасын, ойнай бересің, рахат. Енді біз жақта етті арқадағыдай, жезқазғандағыдай, нағандай бір жылқыны сала салмаймыз енді біз. Енді примерно қанша уақыт піседі? 3-4 сағатта қазір ет піседі ғой. 4 сағатта? Иә. Жас мал ғой, жас мал. Бәке, сен етті қалай жесің? Төрт түсің жоғалса, қарашы. Жей алмайсың ғой, шайнамай жетасың. Жоқ, негізі былай болған ғой, бағана Буда барып, бәкеңді апарып, осы кісінің мәселесін шешіп келген. Сағат 3-те келіңдер, мен салып берем деген да. Үшін бейдек қазір бәкеңді апарайық стоматологқа. Буда бар. Бәке, тісін өлшеп алайық та. Сосын істете береміз ба? Жаймен істете береміз. Бірақ бүгін жей алмайсың бұны. Қалыптысы ба? Неше жыл болды тісің жоқ болғанына? 5 жыл болды. 5 жыл. 5 жылдан. 5 жыл сен тіссіз өмір сүрдің ба? Иә. Емес. Бәке, о тісіңіз қалай түсіп қалды? Айттың ғой. Ол хикаясын айтқан жоқпын ба? Жоқ.
ұрып алдым ма, Құлағам ғой. құлағанмын. Қараңғыда көз көрмейді, анау базға кіргенмін. Иә. енді ол сен құласаң Сөйтіп бұзау тұрып жатқан кезде баспен ұрған ғой. Зау баспен ұрып тісіңді алып тастады ма? түсің не татуаж жұмсақ па О, ассалаумағалейкум бей. Қалай, амансыздар, жағдай жақсы ма? Не қылды біздің жігіттің тістері? Жығатын болды ба? Иә, істейтін болдық. Қайтадан орнына келеміз ғой, иә? Орнына кетіреміз. Сұлу жігіт қыламыз. Сұлу жігіт қыламыз, болды ма? Иә. Все, болды онда. Көріп шықтық, не қылдық? Саламыз. Орнына бәрін қоямыз. Болды, рахмет көп көп. Ей, мағыр, бүгін тіс салып алып ше. Зүлі терезеге. Терезе жаққа. Ауырмайды, қорықпа. Клей. Мақыр дайындал. Бітті, гипс кетті тісің. Мәңгілікке. Істеп. Құтты болсын. Істеп отыр осылай. Досым, бұзау көрсең қашып жүретін болатын шығарсың енді. Бұзаумен не? Оннан 20 кетті. Бұзау сүзген кезде тісін, 4 тісін сындырып тастаған ғой. Ана барған ғой бұзауға. Бұзау көтеріп қалады, жағына жеген ғой. Ет қайнады я, братан. Енді қазір Етті қайнатып, осы құдай қаласа көбігін алып, осы еттің нағыз сорпасынан басылатын нәрсе ғой, ол ботқа деген. Осы етті абыроймен қайнатып сорпасын алып алсақ, майл сорпасын. Сосын ботқаға кірсеміз. бір әдемі сөлі бәрі шыққаннан кейін бір сорпасын ішуге болады. Нағыз сорпасын сол кезде ішу керек. Деликатес осы, иә. Жуа турап. ішіңді өткізбей мына қара сорпа Адамның организміне байланысты ол негізі қара сорпа ең жақсы нәрсе ғой. Іштегі шлактың бәрін жуатын. Сорпадан қорықпау керек. Қорықпау керек, иә? сорпадан қорықпау керек сорпадан не қылу керек сескену керек Қайсыз? просто бізге жағаласып жүр ғой сен бір тамақ істеген жоқпын ғой әлі байқадыңдар ма Шеф-повар емессіз ба? шеф-повармын ғой былай сендер дейді бірақ өзі білмеймін соны Жігіттер, мынау пісті уже мынау ше, ет. Газды өшірді. Міне. Піскен. Болды. Так, бітейік еттің ағаны сүріп алайық. Пока су суы берсін. Сосын наға қазанды, сосын сорпасын анаған ауыстырайық. Осыға қазанға күшті осы қазанға қыламыз. Давай, иә? Осы еттің сорпасына қазір ботқасы дейміз. Жылқының сорпасымен. Мына полный сорпаға ма? Иә, осы. Сүзге ештемеге алмайсың. Етін сүзіп аламыз. Сосын жылқының сорпасы ғана жылқы еті. Сосын күрішке судың орнына осы сорпаны пайдаланып ботқасы дейді ғой. Ол ботқаның дәмі көресіз қазір. Ол жерде тек сорпа, тек күріш па? Тек күріш болады, жуа қосылады. Жуа, күріш, жылқының сорпасы осының. Сорпаның майлы сорпасымен сонымен шығатын нәрсе ғой ботқа деген. тұрады ғой мұнда, иә? Күріш бұқтырма ғой ол негізі. Бұқтырып жасаймыз ғой сол, қайнатып сол, сорпаға қайнатамыз ғой күрішті. Енді қанша дегенмен жаңа сүйегі, майда сүйектер бар ғой қазанның ішінде. Сорпаны осы арқылы құямыз. Сүзекі ғой, майда сүйектерді жібермейді. Фильтр. Яны давай құйындар мына сорпаны, ана қазанды жуып тазалап, ботқаға дайындайық. Бұл ботқаны тек жылқының етімен ғана істей аламыз ба? Басқа малдың етімен? Жоқ, майлы еттен жасаймыз. Біз өзіміздің ұлттың кісілердің таңдайында тақылдап қойған осы жылқының сорпасынан болған ғой. Әйтпесе болады. Бізде енді қазір неше түрлі жағдай болады, аяқ астында болған жағдайда істеп береміз ғой енді оны. Не үшін сүзіп алып жатырық? Осының бойында қалған май қазанның қамырғасына жасып болса, нектерге бұның өзі дәм бұзылып береді да. Сосын ғой, яғни ана өзі май ғой өзі негізі. Сол үшін сүзіп аламыз. Қытайлар жабысып қалады. Мынау кейбір жақтарда сәбіз қосады. Сәбіз деген қышқыл зат қой негізі кесіледі. Бізге ұнамайды, дәмін өзгеріс беретін сияқты. дәкеңді демалдыра берсек бола ма осы кезде ботқа болып отыр өзі қалжыңдаймын досым ренжімеші Ешқандай реніші, бірақ ол сенің ойың. Қазір мен ана ботқаның қалай болған, дәмінің қалай болған көріп, бажама оценка беруім керек. Күріш жуатырық қазір. Осылай қаласа, күрішін жуылды. Қазір күрішін салатын көреміз. 5 литр май? Бәке, сен шөйді әппеші. 5 литр май
бесейтен майды алып келші. Подкаст дейтін біздің асым. Ешмек деп айтады. Қаза ішіп отырып аламыз да. Оның опа машина. Отқаны араластыратын ескеді темір болса, үйіспейді. Құрамында химияларды аламыз. Мен солай не аламын? Базар жоқ, ол нәрсе бар ма? Содан кейін қазір салютті көресіздер. Обязательно бұған. Былай тұрыңдар. Абайлаңдар, ал балдар, ал. Сіздікін алып жатыр, ана бетіне қаралап кетіп тұрдыршы. Сорпаны құйып жатыр, сорпаны құйып жатыр. Береміз уайымдамаңдар. Сал. Бұл ботқаның ең главный жұмысы осы араластыру. Араластыру ма? Жабысып қалмау керек қой. Алып кетейін, айттым ғой. Тағдыр мен қолым босамай жатыр ғой ескектен. Бұл ботқаны араластырудың өзі бір өнер ғой, бұл өнер. Оны алам уайымдама. Ауырласа айтия ма? Сала бер. Алған сайын осылай араластырып отыру керек, иә? Тоқтатып болмайды негізі. Тоқтатсаң. Құрыш бірден өзі бағымасы ғой, жабысқылады ата. Көптің дәмі бірден көптігіп. Мына сорпа қазір азайып жоқ болып кетеді ғой. Сорпа азайып кете ма? Азайып кетеді. Күріш тартып алады ғой сорпаны. Құрметті достар, қараңыздар, мынау уже күріш бетіне шықты, жаңағы көп тұрған сорпа уже жоқ. Сонда енді бұны тоқтатпай өзі араластырып отыру керек, иә? Тоқтатпау керек. Қазаның Сорпаны бойына күріш сіңіреді да, жарылып, бір күріш екі болады, короче. Ой, тамаша болыпты ғой, қоюланып, күйдіріп алма енді, күйдіріп алма, бабымен пісір енді. Тоқтатпа ескегіңді. Бәрі бастық әйтеуір. Пакетті бет қолыңмен сипап жүрді жуансыз. Бәрі бастық ба? Ал, давай, жуан салайық онда. Ал, жуасын салам ал. Мынау қанша жуа? Қанша килограмм? Сорпа құй. Неше келін ал жуа? 7 келі бар ғой. 7 келі жуасы бар. Қырық штук жуа ғой. Давай, ал. Кеттік. Сорпасы күйді. Ал, жуасын сала ғой, жалас. Емізден қабылдатайын. Осы? Жуа. Жарылғанша, піскенше, өзінің жұмсарғанша осы ботқаны күтеміз енді. Содан кейін өзіміз күліңкімен бұқтырып, бұл тамақтың ең дәм жеріне жетеміз. Сорпа құй бұда. Сорпа құйыңыздар, достар. Қазан толып келатыр ғой, көздерің жетті ғой. Иә, жаңа ғана қараңыздаршы, достар. Қазан скоро мынау екінші қазанға толып келатыр. бөліп атпақ. Әрқайсы жуаның өзімен бірге қанша жуаны жарады қазір күрішті. Жуада әсінеді. Жуаның негізі піскені жақсы жұмсарып, осы жуаның сөлімен осы күріш ой дәмді болады ғой. Енді осылай даканса араластырып тұрамыз, иә? Жуасы өлгенше, жуасы жұмсарады ғой өзі. Соған дейін жуаны қуырып жеген кезде қандай дәм шығады, дәл сондай осы дәм шығады, амандық болса. Бірақ енді бұда жуа сопайып тұрмайды. Жақсы бұғады ғой, сол кезде жуа почти көрінбей кетеді. Езіліп кетеді ғой жуа. Күліңкімен не үшін бұқтырамыз бұны? Сонда получается енді ештеңе қоспайсыздар, тек араластыру қалды ма? Ол тек осының несімен өзін шығарды. Болды онда, дайын болғанда көреміз ғой енді, иә? Амандық болды онда, бұйырса. Давайте посмотрите дәмін. Тұзы. Жақсы, тұздары күшті. Кәне әкешкен көрейін. Ащы болып кетеді, шамалы мұздаған кезде бұл өзінің дәмін шығара береді. Тамаша тұзы. Болды. Мен қостым ба? Ал, онда болса күлеңкісін дайындайық. Күлеңкі. Анарда көпай кетіп тапқымайыз да білді. Жоқ, өзі кіршісі бар ма? Ішіне қаратайық. Бұл сол жылылықты ұстап тұру үшін ғой, иә? Бұйыртса осыны жейміз. 20 минуттан кейін
қазір тегешке 4-5 тегешке ішіндегі тамақты алып саламыз да. Болды, бүйтіп апар. Болмайды қанеке, оны бөліп саласың ба не? Енді қазанмен қалай көтереді? Бірден көтеріп машинаға жабылып. қазанымен тиік. Жоқ, енді қазан Қазаннан бірден табаққа түскен десе. 50-60 келін оны қалай көтересің сен? Көтеріңдер. Көріңдер, мен белім жарамайды білесіңдер. Менде варикоз бар. Дәурен, көтереміз давай. Болды, көтереміз. Көтере аласыз. Көтереміз ба? Көтереміз, саламыз. Болды, қалай апарсаңдар жарасады, сораға барып Бұзбай сорадан саламыз табаққа. Қазан ашқан дұрыс емес па? Ашамыз аман. Қалай апарсың, сол жерге барсын, басын. Енді қазір ана екеуміз бүйтеміз деп тұрған кезде ертең болып кетеді ғой. Істесеңдер. Ал давай екеуің, ыстық қой. Дәурен, ыстық қой. Белің жарай ма? Мынау ыстық па не? Ағалар жерден жеп атпай күрішті байқадыңыздар. Так, былай істейік. 2 мас, 2 сау тұрсын. Сол кезде Равновесие бол. Рублев. Оп, бісміллә. Ойлайды 84 қауқары жоқ, күш қуаты таусылған деп. Аға, Кім ойлайды? шаршап қаласыз. Қатын ойламаса ешкім ойламайды. Ананы, жүкс, әл тартай. Жоғарға шық, жүкс, көмек бер. Ебан. Әке, мен де шығайын жоғары. Давай. Әнекей, байқа. Ей, жібер, қолыңды. Ай, мен. Ай, алпауыт қазақ жігіттері. Түзу қойса, Бақтияр. Мықыр Рулевка деген жоқ па сенде? Түзуле шамал. Түзу емес қой, аяқтан көрініп тұр ғой. Аға, сіз қалдыңыз ба? Жоқ, соның төбесінде мықыр отыра бер, қасық бер қолына. Әрі қарай алып кететіндер дайынсыздар ма? Жағалып кет. Қуатасы қазір алыңарды. Ayağımıza ateş Hayır sıçrasın. Akşam kopşayın. Яқтан бар. Ат. Заға реттей бет. Ай, қызыл яғылмай. Бәке, досым қалайсың? Салдырып оққан көрсетші сіңді. Ей, енді сөйлешке, сөйлеуге болмай ма саған? Болмайды. Неге сөйлеп тұрсың? Қан көрсетші. Ей, молодец досым. Құтты болсын тісің. Мен Тіс салған жуамыз ба? Жуамыз. А? Жуамыз.